Сәлем достар, бүгін сіздермен қысқа көкөністерді қатыруды бөлісетін боламын. Мен 6 жолымен бөлісетін боламын. Менімен болыңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Бүгін сіздермен қызанақ, тәтті бұрыш, аскөкті қалай қатыру керегін бөлісетін боламын. Бірінші жолы қызанағымызды жуып тазалап алып, осылай домалақша етіп туырайтын боламыз. Пакетіміздің үстіне біркелкі теретін боламыз, осылай орап, үстіне тағы да қоятын боламыз. Бір-біріне тиіп қалмау керек, әйтпесе қызанақтарымыз жабысып қалатын болады. Бұны қыста пиццаның үстіне қоюға қолданатын боламыз. Екінші жолы қызанағымызды туырап алатын боламыз, майдалап. Егер сізде блендер болса, блендермен езіп алатын боламыз. Осылай бір ыдысымызға салып, тәтті бұрышымызды да осылай майдалап туырайтын боламыз. Аскөгімізді де майдалап туырап, осы үш затты жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң, осындай кекс пісіретін ыдыстарға салып шығатын боламыз. Енді үстінен суымызды құятын боламыз. Толдырып құюымыз қажет. Бұны бір күнге морозильникке салып қоямыз. Үшінші жолы аскөгімізді майдалап туырап алған соң, осындай морозильниктің өзінің ыдыстарына салып шығатын боламыз. Үстінен су құямыз, сосын пышағымызбен үстін батырып жіберетін боламыз. Аскөктеріміз үстіне көтеріліп қалады. Пышақпен бассақ астына қарай сіңетін болады. Бұны да бір күнге қоятын боламыз. Төртінші жолы аскөгімізді майдалап туырап, жай ғана пакетімізге салып қоятын боламыз. Бұны қыста салаттардың үстіне себуге қолданатын боламыз. Бесінші жолы қызанағымызды жуып тазалап алып, осылай турап, қатырып қоятын боламыз. Бұны сорпаларға қолдануға болады. Бір күнге морозильникке қоятын боламыз. Алтыншы жолы тәтті бұрышымызды алып, осылай кесіп шығатын боламыз. Бұны да жай пакетке салып, морозильникке салып қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, пакетке ешқандай жабысып қалмаған. Осылай бәрін алып, пакеттің ішіне салып, байлап қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай жабысып қалмайды. Алыну өте оңай. Ертең қыстың күні осы заттарды қымбатқа сатып алғанша, қазір осылай қатырып қойсаңыздар, сіздерге өте ыңғайлы болады. Және де ақшаларыңызды эконом жасайтын боласыздар. Бұл заттарды морозильникке салып қойсаңыздар, 1 жыл, 2 жылға дейін тұра береді. Өте жақсы, дәмін өзінде сақтайды. Ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер де дайындап көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.